Мен Жұмаш Айару нөмір 3 жалпы орта білім беретін мектептің 4-ші В сынып оқушысымын. Сіздерге арыстан мен тышқанның ертегісін сақталаймын. Ертеде аң патшасы арыстанды ұйықтап жатқан жерінен тышқан байқаусызда оятып алады. Оған ашуланған арыстан оны ұстап алып өлтірмекші болады. Тағзыр, мені өлтірмеші, кешірші, менің де саған көмегім тиер, дейді. Сенен қандай көмек тиеді? Деп арыстан оны босата салады. Бір күн арыстан аңшылардың тұзағына түседі. Қанша тырысса да тұзақтан шыға алмады. Сол кезде сол маңайдан тышқан өтіп бара жатып, арыстанның қасына барады. Тышқанды көрген арыстан, маған көмектесші, дейді. Тышқан өткір тістерімен арқанды кеміріп, арыстанды босатады. Сонда тышқан, көрдің бе, менің де бір көмегім тиді, дейді. Ал арыстан болса жақсылықтың қайтатынын түсінді.